Шайтанның мақсаты не? Шайтанның мақсаты ол адамдарды азғыру, адамдарды Аллаға қарсы қою, жаман істерді жақсы етіп көрсету. Сол арқылы ол өзіне, былайша айтқанда, өзінің соңынан ертіп, ол ертең тозақта өзімен бірге сол адамды, сол пендені алып кету тозаққа. Шайтанның бұл дүниеге келген мақсаты не? Бұл жер бетіне түскендегі Алладан сұраған өтінішіне осы. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңа жоғарыда хадисте ол адам баласының, қараңызшы, адам баласының бойында қан тамырлар бар. Сіздің кішкентай қан тамырларыңыздың, яғни мына тамырлардың әрқайсысында қан жүреді ғой енді. Қай тамырды қарасаңыз да, ол жерде қан жүреді. Бізге нені айтып жатыр? Демек сен қай ісіңде болмасын, сол ісіңде сенімен бірге шайтан жүреді деген сөз. Үлкен іс болсын, кіші іс болсын, жақсы іс болсын, жаман іс болсын, яғни сенің өміріңде әрбір тетігіңе, әрбір ісіңе шайтан араласады деген сөз. Біздің әрбір ісімізде шайтан араласады.